Сәлеметсіздер ме балақайлар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Менің айналамда кімдер бар? Бөлімі бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы табақта 5 алма. Тыңда, қайтала. 1 алма атама, 1 алма әжеме, 1 алма анама, 1 алма әкеме. Табақта неше алма қалды? Жарайсыздар балалар, табақта 1 алма қалды, е? Ал балалар, мына бос тұрған табақтарға алманың суретін салайық. Табақта 5 алма. Қолымда 2 алма. Қосқанда барлығын болады неше алма? Қанекей санайық балалар. Неше алма болады? Жарайсыңдар балалар. Барлығы неше алма болды? 1 алма атама, 1 алма әжеме, 1 алма анама, 1 алма әкеме. Нешеуін аламыз? Нешеуі қалады? Неше алма қалды балалар? Ойланайық. Өте жақсы, дұрыс таптыңдар. Барлығы 7 алма болды. 4-еуін алдық. Нешеуі қалды? Келесі тапсырмамыз балалар, суретті бояу. Қанекей, алманың түсі қандай болады? Айтыңдаршы. Өте жақсы, жарайсыздар. Қызыл, сары, жасыл болуы мүмкін, е? Өте жақсы, тамаша. Қанекей, онда осы түстермен алманы бояйық. Сіздерге алма жеген ұнай ма? Өте жақсы. Ал жақсы балалар. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.